саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге осындай кішкентай ғана домалақтан қалай әдемі картина тоқылауға болатынын көрсететін боламын. Ең алдымен осындай бізге домалақ керек болады тоқылған, болмаса ағаштан да осындай домалақтар болады, содан тоқсаңыздар болады. Негізі осындай домалақты қалай тоқу керек екенін менің каналымда бар мастер-классы. Осы видеоның астына ссылкасын қоятын боламын. Ең алдымен мынау біздің іш жағы, сырт жағы. Мына жіпті сыртқа қарай шығарып алу керекпін. Толығымен. Енді мына жерден алып, мен міне бір ілмек шығардым. Келесі мына жерден ілмек шығарамды, мынаны сразу өстіп соединительный столбикпен қосып шығамын. Осылай. Осылай барлығын мына екі жіптен аламыз, бірақ мына жерден бір ақ жіптен емес, вот мына жерде прям косичка тұр ғой, сол косичканың бәрінен алып шығамыз. Бос қылып тоқыңыздар, қатықтарды тоқсаңыздар жиналып қалатын болады. Әдемі емес болып қалады. Тоққан жерімізге де жеттік. Тоқып бастаған жерімізге мына жерден тоқып бастадық, мына жерде біреу, мына жерде бастадық. Мына жерде біреу қалды, мына жерде. Мынаны шығарып аламын. Енді ең бірінші петлямыз бар ғой, соның астынан бүйтіп саламын. Енді шығарып алдым. Жартылай косичканың жартысы шықты. Енді мына жерде тұр, енді мына жерден прям артынан кіргізіп, жаңағы косичкамыздың біткен жерін тоқып мына жерде болды, сосын мына жерден өткіздік, енді тарттым, тура сол жерге бізді салдым, іліп алып, артына қарай кіргіземін. Сол кезде қарасаңыздар, міне тура қай жерден басталып, қай жерден біткен жері білінбей қалады. Мына осылай. Енді мына жіпімді қайтадан тура осы жерден былай жанындағы ілмектен алып, былай кіргізіп, мына жерге байлап тастау керек болады. Осылай. Қарай кіргізіп тұқып тастау керек болады. Енді кесіп тастаймын. Мен осындай болып тоқылды. Енді мен пышный столбикпен тоқитын боламын. Мына қараңыздар, мен кез келген жерден, любой жерінен бүйтіп алып, жаңағы тоқыған косичкамыздың астынан аламын. Столбик петля пойдем көтеремін, мына жер қала береді. Бұны арғай кейінірек тақып тастаймыз. Енді мына жерде көтердім, артқа қарай
міне мынаған кіргіземін. Былай алдыға қарай тоқу керекпіз ғой. Мен артқа қараймын мына жерден. Міне мына жерден бір столбик накид. Екінші столбик міне. Үшінші столбик. Бір жерден 3 столбик петля подъема көтердім. Енді былай бір көлемде болу үшін өстіп бізді қаттырақ тартып бір ілмекпен бекітемін. Енді келесі бір ілмекті тастаймын. Мына жерден мен жаңа тоқып бастадым, кері қарай қайттым. Мен мына жерден пышный столбиктан үшеу алдым. Енді бір столбик тастаймын, мына жерден аламын. Столбик соединим, без накида, столбик без накида. Біреу. Біздің екі ілмек қоя. Екі ілмекті бір ілмекпен қосамын. Сосын мына жерде біреуін тастап кеттім ғой, мына жерде бір столбик тастап кеттім. Вот сол жерге мен 3 столбикті қоймын. 1 2 міне 3 столбик алдым и бекітемін бәрін. Енді қарасаңыздар, мына жіп всегда мына қосылған жер саусағыңыздың үстінде бүйтіп ұстау керексіз. Енді ары қарай өздеріңіз тоқыңыздар. Мына біреуін тастайсыздар, мына жерден бүйтіп столбик біз накид аласыздар. Енді кері қарай мына жерден пышный столбик, 3 столбик көтересіздер. Міне осындай шығу керек. Айналдырып тоқып шығыңыздар. Мен қарасаңыздар, бір қатар тоқып болдым, екінші қатар тоқып бастадым. Мынау аяқтаған жерін көрсеткім келіп тұр. Аяқтаған кезде міне бірінші қатарда өстіп аяқтадым. Қазір міне екінші қатарда тұра өстіп аяқтаймын. Міне столбигім, пышный столбигім бар. Қосып бекітемін. И мына жерде пышный столбикті негізі мынау бүйтіп прям тығылып тұрады. Содан бүйтіп іліп аласыздар да, мынау қосасыздар. Бүйтіп міне былай қосасыздар. Енді келесі мен қайтадан мына бордовый түстен тоқығым келіп тұр. Мен бір столбик көтеремін. Мына ақ ілмекті, жібімізді ішіне қарай байлап тастау керекпіз. Енді қараңыздар, мен мына жерден алдым, кері қарай, артқа қарай тоқыдым сонда. Мына жерден алдық, бір-біріне қостық қой. Мына жерде де бірінші қатарда да сөйтіп қосамыз, екінші қатарда да өстіп қостық, үшінші қатарда да тура солай қосасыздар. Енді мына жерден мен қостым да, бір петля подъема көтердім. Енді кері қарай мына жерден аламын 3 столбик. Бір, екі, үш столбик. Бір петлямен біріктіремін. Енді мына жерге мен столбик без накида тоқимын. Қосамын. Енді мына жерге накид тоқыдым, кері мына тұрмына столбиктің үстіне 3 пышный столбик тоқыдым. 1 2 үшінші столбик. Қайтадан мына столбикқа тоқыдым ғой, пышный столбик тоқыдым. Енді мына пышный столбиктің үстіне тоқу үшін мен мына столбикқа столбик без накида тоқып отырмын. Екі ілмек бар тізімде, оны бір ілмекке қосамын. Енді кері қарай мен мына столбикқа 3 столбик тоқыдым. 1 2 и 3. 3 столбик бар. Столбикқа қостым. Міне өстіп айландырып, қайтадан тоқып шығыңыздар. Мына жағынан келгенде қайтадан қалай қосылу керек екенін көрсететін боламын. Мына осындай әдемі болып
тоқылып жатыр. Енді негізі формасын жақсы ұстайды, қатты болып тоқылды. Енді соңғы мына жерге пышный столбиктен біреу ғана тоқу керек. Мына жерге енді мына жерге столбик без найфиді біреу тоқимын. И мына жерге бір столбик, екінші столбик, мынау үшінші столбик. Пышный столбик, үш пышный столбик тоқыдым. Енді былай аламын да жібімді сразу толығымен шығарып аламын. Енді мына столбиктің астынан салып, астынан салдым. Шығарып, и мына жерде жаңағы соңғы столбигіміз болды. Мынау ең бірінші столбик қостым. Енді мына жерде соңғы столбигіміздің ең астындағы бір ілмектен алып, и тура сол жерден ортасынан шығарып аламыз. Енді мынаған іліп, мына астынан шығарып аламын. Сол кезде біздің білінбей кетеді, біздің тоқығанымыз. Кейінірек вообще тап тастау керек болады. Бағана бері тап қоюға болатын еді, бірақ мен тықпадым. Енді мен аламын да оны бағара алдыға қарай қайтадан тоқимын. Әдемі болу үшін мына жерден аламын. Петля шығардым, келесі столбикқа саламын, қайтадан петля шығарам, былай соединительный столбикпен кезек-кезек тоқып шығамын. Соединительный столбикпен айналдырып тоқсаңыз, мына жерге тоқимын. Айналдырып уже тоқып келдім. Мына жерде мынаған тоқимын. Мына жерде қарасаңыздар, мына жерде тоқылған да, мына жерге тоқылды. Енді бірін-біріне қосу керекпіз. Толығымен шығарып аламын қайтадан. Мына ең бірінші петлямыздың, столбигіміздің соединительный, ең бірінші столбиктің астына салып, осыны шығарып аламын. Мына жерден соңғы столбигіміз, мына бірінші столбигіміз, екеуі бірін-біріне қостым. И мына жерде мынаған мешать етпейтін ең үстіндегі мына астынан бүйтіп саламын да. И мына ортадан шықтым. Мына жерден жіп шығып тұрған жерден шықтым. Біздің жіптің ұшын іліп, осы жерден шығарып аламын. Тартқан кезде тартам, тартамын. Мына қарай ішіне қарай тап тастаймын жіпті.
осындай әдемі болып тоқылып шықты корзина. Сізде мына жерде, мына ішіндегі жіптерді вообще кесіп тастау керек, пока тұра берсін. Мына жерде көрдіңіздер ма? Мына жерден бір столбик как будто өрілген сияқты болып тұр, и мен сыртынан жаңа мына жерден тоқып шықтым. Соединительный столбик. Бұл соединительный столбикті сіздер бос қылып тоқсаңыздар, мына жері бос, нормально тұрады. Қатты тартып тоқсаңыздар, мынау кәдімгідей бүйтіп жиналады да, әдемі болып тұрады тоже. Қандай сіздерге ұнайды, сонда тоқсаңыздар болады. Осындай болып әдемі болып шығады. Сіздер де тоқып көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, сообщениеға, комментарийға жаза беріңіздер. Мен обязательно оқып, міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын.